Ассаламу алейкум, сіздермен аяла тәттілері. Бүгін өте дәмді морковный пирог жасаймыз. Жұмыртқамызға қантымыз салып, жақсылап миксерлейміз. Осы массамыз аппақ көбік болғанша 2-3 есеге көтерілгенше миксерлейміз. Осында 2-3 есеге көтерілгеннен кейін миксерімізді тоқтатып, үстіне күштен өткізілген сәбіз, сұйық май және жаңғақ қосамыз. Қыздар, жаңғақты өздеріңіз оқтаумен естеңіздер де болады, немесе осындай блендер қолдансаңыздар да болады. Осы массаны миксерлейміз. Өте көп миксерлеудің қажеті жоқ, жай қозғасаңыздар болады. Осы массамыздың үстіне алдын ала күштен өткізілген ұнымызды және үстіне разрыхлителімізді салып, жақсылап однородный масса болғанша миксерлейміз. Міне қыздар, бізде осындай қою масса пайда болды. Өте дәмді, ауызда еритін, өте керемет морковный пирог шығады. Мінекей осындай қою масса шығу керек. Осындай 24-26 дециметрлік формаға 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. Примерно 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін шпажканы тығу арқылы піскен-піспеген көрсеңіздер болады. Міне осындай өте жұмсақ морковный пирогымыз дайын. Ішінде сәбізі бар екен мүлдем білінбейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен каналыма подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Алда сіздерде өте керемет рецепттер күтеді. Сау саламат болыңыздар.